Рамазан айында атқарылатын алғашқы іс бұл әрбір балағатқа жеткен, өзін мұсылман санаған, ақыл есі бүтін, сапарда болмаған, ауырып қалмаған дені сау адам ораза ұстауы абзал болады. Сондықтан Рамазан айындағы негізгі амалдың алғашқысы бұл ораза ұстау. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім Рамазанның сауабын үміт етіп, иманмен ұстайтын болса, Алла тағала оның өткен келешектегі күнәларын кешіреді дейді. Міне ораза ұстаған адамның күнәларына кешірілу мүмкіндігі болып тұр. Сондықтан міне Алла баршамызға төрт көзіміз түгел ораза ұстауды нәсіп етсін. Және бір хадисінде пайғамбарымыз айтады, адамның әрбір жақсы амалы ол өзі үшін, ал ол Рамазан мен үшін дейді Алла тағала, және оның сауабын мен беремін дейді. Міне осы ұлы сауаптан Алла уәде еткен, Алла баршамызды махрұм қалдырмасын. Олай болса, құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Рамазан айы келе жатыр, баршамыз ораза ұстайық.